Осы аяқ киімді 4-5 жыл киген екен, тастауға қимаймын дейді. Кожасы өте жақсы, сапалы аяқ киім дейді. Бірақ бұл аяқ киімнің мына өкшесі былай мызылып кеткен. Салмақ көтере алмайша былай сынып кетті. Содан мына жер сынып, іштері ойылып кетті. Соған табанын ауыстырып берсең дейді. Бірақ мынандай өкшесі бар, керегі жоқ дейді. Мынандай биік өкше болмасын, кішкентай өкше болса болады дейді. Соған мен осындай табан алып келдім. Мына жерде кішкентай ғана өкше бар. Бұл сплошной деп айтылады. Міне, осы табанды салып жатырмын қазір. Мынаны қазір табанын қопарып алып тастаймыз да. Сосын міне. Мына осы аяқ киім міне. Мына табанын ауыстырып қойған түрі мынау. Мынау мен ауыстырған түрім, мынау бұрынғы табан. Көрдіңіздер ме? Мынау сплошной. Бірақ кішкентай ғана өкшесі бар. Енді мына өкше былай сынбайды, өйткені мынау жай табан ғой. Ана өзінікі кәдімгі өкшесі болған. Осындай табан ауыстырып беремін, ыңғайлы жасап беремін. Лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Осы каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Осы видеоны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау, саламат болыңыздар.